Армысыздар, құрметті көрермендер және брифингке қатысушы әріптестер. Жамбыл облысының өңірлік коммуникациялар қызметі тікелей эфирде. Добрый день, уважаемые коллеги, а также зрители. Региональная служба коммуникации Жамбылской области в прямом эфире. Бүгінгі баспасөз конференциясының тақырыбы білім саласындағы заңнамаларға енгізілген өзгерістер мен толықтырулардың орындалуы туралы болмақ. Тема сегодняшней пресс-конференции о реализации изменений и дополнений, внесенных в законодательство в сфере образования. Облысымыздың бас медиалаңның құрметті спикермен таныстырып өтейін. Жамбыл облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті басшысының орынбасары Атенов Жасулан Бекболатұлы. Заместитель руководителя департамента по обеспечению качества в сфере образования Жамбылской области Атенов Жасулан Бекболатович. Жасулан мырза, алаңымызға қош келдіңіз. Сөз тізгіні өзіңізде. Мархабат. Құрметті бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері, құрметті тыңдаушылар, Жамбыл облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті Қазақстан Республикасында білім саласының заңнамаларын сақталуын, облыстағы білім беру ұйымдарында осы білім саласына қатысты нормативтік құқықтық актілерінің сақталуын, басқа да осы білім саласындағы заңнамалардың білім беру жалпыға міндетті стандартының талаптарын сақталуына бақылау жасайды. Сонымен қатар ведомстволық бағыныстылығына қарамастан барлық білім беру ұйымдарында мемлекеттік аттестаттауды, білім беру саласындағы лицензиялауды, білім туралы құжаттарға апостиль қоюды және тағы басқа қызметтерді жүзеге асырады. Осы ағымдағы жылы департаментпен облыстағы 32 колледжде мемлекеттік аттестаттау жүргізілді. Нәтижесінде 5 колледж бірінші кезеңнен аттестаттаудан өтті. Ол 15-те 6% құраса, 27 колледж, яғни 84-те 4% колледж бірінші кезеңнен аттестаттаудан өте алмады. Өте алмаудың бірқатар себептері бар. Негізінен бұл жұмыстық оқу жоспарларының министрлік бекіткен үлгілік оқу жоспарларына сәйкес келмеуі, білім алушылардың, яғни студенттердің кәсіптік өндірістік практикаларын талапқа сәйкес ұйымдастырмау сияқты бірқатар ескертулер бар. Бүгінгі күні бұл колледждерге ескертулерді жүзеге асыруға, кемшіліктерді жоюға мүмкіндік беріліп, уақыт берілді. Бүгінгі күні барлық колледждерде түзету жұмыстары жүргізілуде. Осы наурыз айының соңына дейін қателіктерді түзеп, қайта мемлекеттік аттестаттаудан өтуіне толық мүмкіндіктері бар. Биылғы жылға дейін мемлекеттік аттестаттау білім саласында министрліктің 124-ші бұйрығымен бекітілген өлшем шарттармен жүзеге асырылып келді. Осы 23 жылдың 1 қаңтарынан бастап министрлікпен 486-ші бұйрықпен жаңа өлшем шарттар бекітілді. Бұл жаңа өлшем шарттарда негізгі мақсат білім беру ұйымдарының жұмысын жеңілдету бағытында көп өзгерістер енді. Атап айтатын болсақ, мектептерде 11 сыныптарда кешенді тестілеу өткізу алынып тасталынды. Материалдық техникалық база білім беру ұйымының бейне материалын түсіріп ұсыну талабы алынып тасталынды. Сондай-ақ мектептерде 1 сыныптан 11 сыныпқа дейін барлық міндетті пәндердің сабақтарын, бейне материалдарын түсіріп департаментке ұсыну сияқты талаптар алып тасталынды. Бұл едәуір білім беру ұйымдарының жұмысын жеңілдетті. Бүгінгі күні ол аттестаттау барысында өзінің тиімділігін көрсетіп отыр. Қазіргі уақытта бекітілген кестеге сәйкес облыстың колледждері толығымен аттестаттау шараларынан аяқтады. Қазір осы бекітілген кестеге сәйкес орта білім беру ұйымдар, яғни мектептер мемлекеттік аттестаттаудан өтуді бастады. Департаментпен 2 мемлекеттік көрсетілетін қызмет жүзеге асырылады. Оның бірі білім беру саласындағы лицензиялау. Бүгінгі күнге лицензиялау министрліктің 473-ші бұйрығымен бекітілген біліктілік талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. Бұған дейін, биылғы жылға дейін бұл 391-ші бұйрықпен жүзеге асырылып келген. Осы қаңтар айынан бастап жаңа біліктілік талаптары, яғни 473-ші бұйрықпен бекітіліп, бұл бұйрықта да, талаптарда да едәуір өзгерістер бар. Атап айтатын болсақ, бейіні бойынша педагогтардың біліктілік тарту
курстарынан өтуі 78 сағаттан 36 сағатқа дейін төмендетілді. Бұл да едәуір жеңілдік туғызды. Керісінше, колледждердегі жатақханаларға қойылатын талаптар күшейді. Қазіргі уақытта колледждің жатақханаларына санитарлық эпидемиологиялық станцияның қорытындысы міндетті болып саналады. Бұл талаптар жаңадан ашылатын, биылғы жылдан бастап жаңадан ашылатын білім беру ұйымдарына кеңінен қолданылатын болады. Бүгінгі күні e-лицензиялау электронды порталы арқылы лицензия алуға 48 өтініш түскен болатын білім беру ұйымдарынан. Соның ішінде 2 білім беру ұйымына бас лицензия берілді. 4 мектеп пен 13 колледждің лицензиялары қайта рәсімделсе, бір мекеме лицензиясын қосымша алды. 28 өтінішке бас тартылды. Бұның басты себебі лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келмеу болды. Сондай-ақ департаментпен көрсетілетін екінші қызмет бұл білім туралы құжаттарға апостиль қою. Бұны сіздер жақсы білесіздер. Қазақстан азаматтарының шет мемлекеттерге баратын кезде білім туралы құжаттарына апостиль қойылады. Бүгін күнге департаментке 36 құжат рәсімделсе, 10 құжатқа бас тартылды. Бұл бас тартудың негізгі себептері құжаттың түпнұсқасының расталмауы немесе мемлекетке төлемақыны төлемеу болып саналады. Тағы бір департаменттің функциясы бұл білім саласында әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қозғау және қарау. Департаментпен берілген нұсқамаларды орындамағандықтан былтырғы жылы 11 мекемеге қатысты әкімшілік іс қозғалып материалдар сотқа жолданса, биылғы жылдың өзінде бір мекемеге қатысты іс қозғалып сотқа жолданды. Жалпы алғанда сот органдарымен осы нұсқамалардың орындалмауына байланысты 900-ден астам айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде білім беру ұйымдарына айыппұлдар салынды. Бүгінгі күні білім беру ұйым тарапынан балалармен білім беру ұйымының жанында балалармен орын алған төтенше оқиғалар, оқыс оқиғаларды құзырлы органдарға хабарламау белең алып отыр. Полиция органдар тарапынан департаментке осы білім беру ұйым басшылары тарапынан уақытында хабарлама бермеу мәселесі бойынша 6 ұсыным келіп түсті. Барлық сұрақтар бойынша департаментпен әкімшілік істер қозғалып, сот органдарына тиісті шешім қабылдау үшін жолданды. Бүгінгі күні 2 білім беру ұйым басшысына қатысты әкімшілік іс қаралып, 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде лауазымды тұлғаларға айыппұлдар салынды. Педагогикалық әдепті сақтау мәселесі департаменттің құзыретіне жатады. Департаменттің жанынан педагогикалық әдеп және олардың құқықтарын қорғау жөнінде консультативті кеңесші орган құрылған. Биылғы жылдың өзінде бір қатар мәселелер қаралып, оның ішінде ауданның білім беру ұйымдарының бір басшысына, қаланың білім беру ұйымының бір басшысына педагог мәртебесі туралы заңын сақтамаған үшін тиісті шаралар қабылданды. Өздеріңізге белгілі, бүгінгі күні педагог мәртебесі туралы заңының орындалуын департамент бақылау жасайды. Сонымен бірге педагог құқықтарының бұзылуына жол бермеу туралы министрліктің 172-ші бұйрығы бар. Бұның талаптарын да сақтау осы департаменттің тікелей бақылауында. Өздеріңізге белгілі, жалпы педагогтарға қатысты заңнамаға сәйкес бір қатар құқықтарын қорғау мәселелер қарастырылған. Оның ішінде атап өтетін мәселе бұл педагогтардың міндетіне жатпайтын жұмыс түрлеріне тартуға болмайды. Заңнамада көзделмеген есептілікті педагогтан талап етуге болмайды. Сондай-ақ педагогқа қатысты заңнамада көзделмеген тексерулер жүргізуге болмайды. Және сол білім беру ұйымына қатысты педагогтың қызметіне қатысты тауарларды сатып алу қызметтерін жүктеуге болмайды. Бұндай тыйым салынған әрекеттерге жол берілген жағдайда департаментпен әкімшілік іс қозғау, шара қолдану мәселесі көзделген. Министрліктің 130-ші бұйрығымен бекітілген арнайы білім беру ұйымдарының педагогтарының әзірлейтін, рәсімдейтін құжаттары бар. Бұдан артық құжаттарды педагогтардан талап етуге
болмайды. Бір қатарына тоқталып өтетін болсақ, бұл мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында, яғни балабақшаларда оқу жылы басталғанға дейін бір рет мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасы негізінде оқу жылына арналған ұйымдастырылған қызметтің перспективалық жоспарын әзірлейді. Апта сайын тәрбие білім беру процесінің циклограммасын жасайды. Оқу жылының басында бір рет баланың оқу жылына арналған жеке даму картасын әзірлейді. Диагностиканың нәтижелері бойынша жеке даму картасын енгізеді. Орта білім беру ұйымдарында 1-ші, 4-ші және 5-11 сыныптарға арналған сынып журналын, факультативтік сабақтар, үйде оқыту журналын, мектеп алды даярлық сыныптарының журналын жүргізеді. Қысқа мерзімді сабақ жоспарларын жүргізеді. Пәндер бойынша орта мерзімді жоспарды дайындайды. Бөлім бойынша жиынтық бағалау мен 90-дық жиынтық бағалау нәтижелері бойынша талдау жүргізеді. Міне осы аталып өткен құжаттардан басқа педагогтардан заңнамаға сәйкес артық құжаттар талап етуге тыйым салынған. Департаментпен білім саласындағы бір қатар өзекті мәселелер бойынша мониторинг, зерделеу жұмыстары жүргізіледі. Биылғы жылы білім алушылардың алтын белгіге үміткерлерінің құжаттарының нақтылығы, объективтілігіне мониторинг жүргізілді. Бұған дейін 22 жылдың аяғына дейін 242 үміткер болса, қаңтар айында үміткерлердің саны артып 370-ке дейін артты. Бұның объективтілігін қарау мақсатында департаментпен мониторинг жүргізілді. Нәтижесінде 62 түлектің облыс бойынша 90-дық бағаларында үздік емес 4 деген бағалардың болғаны анықталып, бүгінгі күні қалпына келтірілді. Сондай-ақ білім беру саласында білім алушылардың білім жетістіктеріне мониторинг жүргізіледі. Былтырғы жылы облыста 150 мектепте жүргізілді. 4-ші сыныптар арасында 5182 оқушы қатысып, максималды балы 30 балдан 21,5 орташа бал құрап, республикадан 0,62 бал жоғары болды. 9-ші сыныптарда барлық облыс бойынша 5137 оқушы қатысса, максималды 70 балдың 48,5 балын жинады. Бұл республикалық көрсеткіштен 1,2 балға жоғары болды. Биылғы жылы білім алушылардың білім жетістіктерін мониторинг сәуір-мамыр айларында жүзеге асырылады. Бұл тәуелсіз агенттіктер тарапынан жүргізілетін болады. Департамент қызметкерлері бұл іс-шараның объективті өтуіне, тиісті деңгейде ұйымдастырылуына үйлестіру шараларын қабылдайды. Департаментпен бақылау шараларының нәтижесінде бір қатар білім саласында оң нәтижелер орын алды. Соның бір қатарына тоқталып кетейік. Мысалға, Қордай ауданында Бәйтерек ауылында номер 45-ші мектеп 99 жылы ауыл тұрғындарын көмегімен салынған. Мектеп ғимаратының қабырғалары каркастан тұрғызылған, сырты кірпіштен қапталған. Бүгінгі таңда 241 бала білім алуда, жобалық қуаттылығы 156 орынды құрайды. Барлық кабинеттер саны бар болған 6-ны құрайды. Мектепте спорт залы, акт залы, шеберханалар жоқ. Асхана бейімделген темір контейнерлерде орналасқан. 2012 жылы балалар санының күрт өсуіне байланысты мектеп ауласына темір контейнер орнатылып, 2 сынып ашылған. Осы мәселе бойынша департамент пен облыстық мәслихаттың кезекті отырысында жаңа мектепті салу мәселесі көтеріліп, бюджетті нақтылау кезінде 23 жылға құрылыстың басталуы көзделініп, жобалау сметалық құжаттарына 6 миллион теңге бүгінгі күні бөлініп отыр. Сондай-ақ Меркі ауданында 21-48 орта мектептердің 3 ауысымды екендігі анықталып, бүгінгі күні аталған мектептерге қосалқы ғимараттар соғу жоспарланды. Департаменттің мәселе көтеруінің арқасында құрылысы биылғы 23 жылы басталады. Жуалы ауданында да Амангелді орта мектебінің мониторинг жүргізу барысында ғимаратының сейсмикалық күшейту талап ететіндігі анықталып, бүгінгі күнге департаменттің ықпалымен 23 жылы күрделі жөндеу жүргізу жоспарланып отыр. Сол сияқты Жамбыл ауданында 3-ші мектеп ыңғайластырылған ғимаратта орналасқан. Бұл жерде оқу кабинеттері, зертханалар, шеберханалар, спорт, акт залдары, ешқандай оқу бөлмелері жетіспейді. Сондықтан департаменттің бақылау шарасының нәтижесінде осы мәселе көтеріліп, бүгінгі күні жаңа типтік ғимараттың құрылысы басталды.
Және соңғы тоқталып кететін нәрсе осы Жамбыл ауданындағы Әзімбек Исмайылов атындағы орта мектебінің спорт залы мен мәжіліс залы 2012 жылдан бері апатты жағдайда болғандықтан қолданыста болмаған. Осы департаменттің ықпалымен бүгінгі күні күрделі жөндеуден өтіп, оқушыларға пайдалануға берілді. Назарларыңызға рахмет. Баяндамаңызға рахмет. Құрметті әріптестер, тақырып аясында туындаған сауалдарыңыз болса, мархабат. Мархабат. Микрофон арқылы қойсаңыз. Жеті телеарнасынан Мағжан Орынбасар. Бана өзіңіз айтып өтсеңіз, ұстаздар, педагогтар өз міндетінен артық нәрсені орындамау керек. Қазір сайлау науқаны күйіп тұр, жүріп жатыр. Қазір ұстаздарға міндеттеліп жатыр екен жаңағы. Сайлау туралы материалдарды қосып жазып, жаңағы бөлісу туралы. Қаншалықты дұрыс? Енді біз қазір педагогтардың негізгі міндеттеріне тоқталып кеттік. Сіздің айтып жатқан мәселеңіз бұл қоғамдық жұмыс. Егер педагогтың еркінен тыс осындай функциясына жатпайтын мәселелер жүктеліп жатса, оны біздің департаменттің барлық әлеуметтік желіде жеке парақшалар бар, сенім телефоны бар, жеке сайтымыз бар, онда басшының блогы бар. Барлық жағынан біздің департамент қызметі ашық. Сондықтан кез келген педагог өзіне қатысты мәселеге, сіз айтып өткендей сипаттағы мәселелерге бізге жүгінуіне болады. Біз заңнама шеңберінде тиісті шаралар қабылдаймыз. Сіздің тарапыңыздан мен айтқан дерек қаншалықты дұрыс? Негізі дұрыс емес. Мен қазір айтып өткендей бұл қоғамдық жұмыс. Оның тікелей педагогтың міндетіне, функциясына, лауазымдық міндетіне жатпайды. Сондықтан мәжбүрлеп функциясына жатпайтын міндеттер жүктеуге болмайды. Енді лауазымдық міндетінде ондай функция жоқ. Рахмет, әріптестер. Уважаемый коллеги. Егер өз еркімен қоғамдық жұмысқа атсалысамын десе, педагогтың өзінің еркі. Мәжбүрлеуге болмайды. Қосымша сауалдарыңыз болмаса, біз баспасөз конференциясын тәмамдаймыз. Жасұлан мырза, алаңымызға келіп, тақырып аясында толық ақпарат бергеніңіз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермен, тақырыпқа сай туындаған сауалдарыңыз болса, Жамбыл облысы өңірлік коммуникациялар қызметінің әлеуметтік желідегі ресми парақшаларына немесе WhatsApp желісіне жолдасаңыздар болады. Мархабат. Сол мектептің директорына жалпы шара қолданды ма? Барлық жұмыстар тексеріссіз, түлектер ұсынған үшін алтын белгі. Біз кез келген зерделеуді министрлік тарапынан берілген арнайы тапсырма арқылы жүзеге асырамыз. Біз қазір айтып өткен алтын белгінің үміткерлерінің құжаттарының дұрыстығы, объективтілігіне мониторинг міне осы жақын арада жүргізілді. Оның нәтижесін шығарып біз министрлікке ұсындық. Бүгінгі күнге министрлікте талдау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Оның барлығы бойынша тиісті шаралар қабылданады. Алтын белгіге үміткерлерді ұсыну бойынша арнайы министрлікпен бекітілген ереже бар. Ол жерде үміткерлердің 5-11 сыныптар аралығында барлық қорытынды 90-дық бағалары үздік болу керек. Енді сәйкессіздік анықталған оқушылар, әрине сәйкесінше бұл үміткерлер қатарынан алынады және соған жол берген лауазымды тұлғаларға тиісті шаралар қабылданатын болады. Жоқ, бұл жылда жүзеге асырылады. Министрліктің тарапынан тапсырма келген кезде департаменттен арнайы жұмысшы тобы құрылып, жыл сайын мониторинг жүргізіліп отырады. Рахмет. Қосымша сауалдарыңыз бар ма? Қосымша сауалдарыңыз болмаса, баспасөз конференциясын тәмамдаймыз. Аман сау болыңыздар.